Сәлем, тауық етімен палау әзірлейміз. Пиязды ортасынан бөліп, ұзынша етіп турап аламыз. Сары сәбізді де сопақша ірілеу етіп тураймыз. Қазанға сұйық майды құйып, қатты қыздырмай, пиязды салып, аз ғана қуырып, тауықтың етін саламыз. Қолдан сығылған таза пісте майына қуырамын. Тауықтың етін бір-екі рет аунатып қуырып, туралған сәбізді қосып, араластырып қуыратын боламыз. Бір ас қасық толтырып тұз, шай қасықтың ұшымен куркума, 7-8 дана зираны саусақтың ұшымен езіп, қосып, араластырып қуырамыз. Майға қуырылған зираның иісі күшті болады. Суды қосып, сәбіз жұмсарғанша кішкене қайнатып аламыз. Күрішті 5-6 рет суға шайып, тазалап жуып, қосып, үстінен басып. Су мен күріштің көлемі бірдей болғандықтан, судың тартылғанын күтпей-ақ, күріштің жан-жағын жинап, ортасынан тесік жасап, 2-3 дана чеснокты қойып, бетін жауып, бұқтырып пісіреміз. Күріш жұмсар піскеннен кейін қақпағын бірден ашпастан отты сөндіріп 8-10 минутқа қоямыз. Күріштің астындағы тауықтың етін алып, күрішті сәбіз маймен араластырып алатын боламыз. Күріші шашылып пісетін, дәмі өте ерекше сары палау болады. Қалауыңызша жұмыртқаны суға пісіріп қойсаңыз да болады. Ас болсын.